Бейіт басындағы бассыздық. 1 бөлім. 2011 жыл. Шілде айы. Мал өрістен қайтып, күн ұясына батқан уақыт. Ауылдағы сенбі көкенің қора артында достарымен бас қосып, көл басына баратын болып шештік. Ол кездегі ауыл жастарының ермегі түнде балық аулап, демалыс ұйымдастыру. Содан не керек? Жиналған азын-аулақ тиынға жақын маңындағы дүкеннен керегімізді алып, Бақытбек ағаның ескі темір тұлпарымен жолға шықтық. Әуелде нақты қай орынға баратынымыз белгісіз болған. Ауылдан шыға аға Қазалының шығыс беткейіндегі Домалақ деген кішкентай көлде демалуға таптырмас орын екенін айтып жеткізіп тастады. Келісімен, бүгін құрдастың туған күні, сонда барам. Кез келген уақытта хабарласып жіберіңдер, алып кетемін. Тек қызып қалмасам болғаны. Деп миығынан күлді де асығыс кері қайтты. Жігіттермен арқа-жарқа әңгіме айтып, көл жағасына жайғастық. Айтса айтқандай, уақыт өткізуге қолайлы жер екен. Айналамыз толы қамыс, көлді айнала қоршап тұр. Құдды бізге дайындап қойғандай, бір беті ашық, бірақ ызыңдаған маса дауысы маза бермеді. Сол кезде Жамбыл: масаға мән бермеңдер, жан-жақты бөлініп от жағуға тамыздық табайық, өздері үшін кетеді. Берік пен Айбол тамақ дайындауға кіріскен, ал Ербол екеуміз басқа жоспарымыз бар, деп көл жағасына жантая кетті де әлгінде дүкеннен алған бірнеше шишаның біреуін ашып жіберді. Әңгіменің қызығына бойлаған біздер астың қалай дайын болғанын да білмей қалдық. Дереу дастархан басына жайғасып, далада піскен картоптан дәм таттық. Ащы судан ұрттайтындардың қатары көбейді. Үйден жырақ кеткен жастар еркінси бастады. Аз уақыт ішінде төртеуі 4 бөтелкені қылқитып тастады. Түн ортасы болды. Жігіттер қызып қалды ма? Масадан мазасызданып, жан-жақта қамыстар төтуге бекінді. Бірінен соң бірі тұтанып, әп-сәтте айнала отқа оранды. Ақырында тілсіз жауға ие бола алмай, Домалақ көлдің айналасы түгел жанып бітті. Қамыс түбін қоныстаған құстар жанұшыра дауыс шығарып, жан-жаққа ұшты. Ішімдіктен дәм татпаған жігіттер аң-таң, басқаларын қойдыра алмай әлек. Олардың мұндай болатынын ойламаса керек. Бойларын қорқыныш билеп, тез арада үйге оралуды ойлады. Алайда сылқия тойғандар бұған қарсы болып, Бақытбек аға келгенше тағы бір шөлмекті тауысуға ойлады. Кенет арамыздағы Берік көлдің арғы бетіне қарап тапжылмай қалды. Әрі-бері әңгіме айтып, қозғап көрген едім, болмады. Жанарымды сол жаққа бұрғаным сол-ақ екен. Лаулаған от арасынан қарсы беттегі адам есімі жазылған бейітті көзім шалды. Денем суып кетті. Тас төбемнен біреу салқын су құйғандай күй кештім. Сасқан үйрек артымен жүзеді демекші, қорыққаннан қалтарыста орналасқан мазардағы жазуларды айқайлап, бар даусымен оқи бастадым. Жігіттер тым-тырыс. Барлығы үнсіз қаңтарылып тұр. Ал Жамбыл: достарым, қорымнан қорықпау керек. Онда жатқан біз секілді адамдар қорыққанға қос көрінеді. Таңдатырайық, деді масайрап. Өңі қуарып, аяқ-қолы дірілдеген Берік: тезірек қайтпасақ болмайды. Көз алдыма түрлі жағдайлар елестейді, деп тас қараңғыда күре жолдың бойына қарай тұра жүгірді. Жалғасы бар.